дала, қасиетті қара жер, киелі атамекен. Неткен байтақ, неткен сұлу едің. Көгілдір көк аспан, арайлы алтын күн, сансыз жұлдыз жымың қаққан айлы түн. Асқарлы таулар, шалқар көлдер, кең байтақ өлке. Тарлан тарихқа куә болған сендерсіңдер. Осынау байтақ өлке, киелі қазақ даласы, бізге ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Қазақ елі ғасырлар бойы астан кестен оқиғаларды басынан өткізсе де, ең басты екі құндылықты сақтап қалды. Ол бабалардың аманаты, сөз құдіреті мен заң құдіреті. Ассалаумағалейкум. Айбынды асқар елді асқақтатар, ата заң мерекесін тойлап отырған ағайын. День 30 августа 1995 года в новейшей истории нашей республики ознаменовался важнейшим событием – рождением Конституции независимого Казахстана. Қазақстан Республикасы тәуелсіз, егеменді мемлекет. Елдіктің регі, теңдіктің тірегі, халық мүддесінің ажырамас бір бөлігі. Ағайын алтын заңымыздың туған күні құтты болсын ағайын. Сегодня казахстанцы с полной уверенностью могут сказать, что политическая и экономическая стабильность, гражданский мир, социальное и национальное единство и согласие достигнуты на основе Конституции Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының ата заң күні құтты болсын ағайын. С 25-летием Конституции Республики Казахстан. Сыр бойындай баулардан, Алатаудай таулардан, Сарыарқадай даламнан, теңіз Каспий аралдан. Баян сұлу жібексей, төлегендей төлексей, ол қызы бар елімнің, жұлдызы бар жерімнің. Сәлем саған туған ел, аспаны бір күні бір, жұлдызы бір түні бір, арманы бір сыры бір, даласы бір көлі бір. Сәлем саған туған ел. Ұлы тойдай ұлысым, жаралған ел жүрішін, сырда солу көрішім, қырда бидай ырысым. Миллиардтай алтындан, миллиардтай бар тұлғам, жыршы жырау салтынан, әнші кеші халқымнан. Сәлем саған туған ел, аспаны бір күні бір, жұлдызы бір түні бір, арманы бір сыры бір, даласы бір көлі бір. Сәлем саған туған ел. Туған бақыт таң алдан, таңы нұрдан жаралған, Байқоңырдан ғарышқа қанат қаққан сан арман. Қазақ деген даламнан, әруақты бабамнан, ардагерім әкемнен, ақ жаулықты анамнан.